Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен осындай өте керемет салаттың түрімен бөліспекшімін. Бұл салаттың аты десятка. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Достар, менімен бірге осы салат түрін жасауды ұсынамын сіздерге. Өте керемет болып шығады. Осылай үлкен қазанда далаға астына отты жағып жіберіп, салатты істеуге кірісейік. Қызып тұрған майымызға пиязымызды қуырып аламыз 2-3 минуттай. Оның үстінен болгарскийімізді салып 10 минуттай қуырып аламыз. Әр 3-4 минут сайын осылай айналдырып тұрамыз. Оның үстінен капустамызды салып 10 минуттай тағы да қуырып аламыз. Үстінен сәбізімізді салып 5 минут қуырып аламыз. Енді үстінен баклажанымызды салып, жақсылап араластырамыз. 7-8 минуттай қуырып аламыз. Қараңыздаршы, түрі сондай әдемі, аппетитный болып шықты. Енді оның үстінен туралған помидорларымызды салып араластырамыз. Осылай 20 минут қайнатамыз. Осылай помидорымыздың соғы шығып, өте түрі әдемі болып шығады. Енді үстінен огурцилерімізді салып 10 минуттай қайнатамыз. Үстінен чесногымызды саламыз. Және де татымына қарай тұзымызды және 1 пиалай құмшекерімізді саламыз. Құмшекеріміз помидордың әшшілігін алып, өте керемет дәм беріп тұрады. Барлығын араластырып 20 минут қайнатамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Мен 6 бас қызыл бұрыш септім. Және оның үстінен петрушкамызды, қара бұрышымызды себеміз. Және өзіңіздің қалауыңыз бойынша лавровый лист салсаңыздар болады. Енді оның үстінен укропымызды салып араластырып аламыз. Түрі осындай өте керемет, тәбетіңді ашатын салатымыз осымен дайын. Енді біз қаларымызды стерилизовать етіп аламыз. Дайын болған салатымызды ыдысымызға құйып аламыз барлығын. Салатымызды банкымызға құйып аламыз. Закрывашкамыздың көмегімен қақпақтарымызды жауып аламыз. Осымен біздің өте керемет десятка салатымыз дайын. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.